Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен Жақсыбай. Және де достар, видео басталмастан бұрын әдеттегідей осы видеоға лайктарыңызды басып жіберіңіздер. Және де комментарийға кез келген комментарий немесе өздерінің пікірлерін қалдырып кетуіңізді сұраймын. Егер де сен арнаға тіркелмеген болсаң, астыдағы қызыл кнопканы подписаться сұр түске айналдырып жіберуіңізді сұраймын. Болды, ол маған үлкен мотивация, өте үлкен мотивация. Все, енді көп уақыттарымды алмай, видеоны тездетіп бастайық, кеттік. Достар, мен видеомды жақсы жаңалықтардан бастайын. Ең бірінші жақсы жаңалық ол бізде UFC өтті. Оны өздерің прекрасно білетін шығарсыңдар. Главный бой Хабиб пен Гейджидің бойы болды. Сол бойда біздің екі қазақ жерлесіміз шығу керек болды. Біреуі Морозов, екіншісі ол Шавкат. Морозов шықпай қалды, өйткені оның жаңағы сопернигі ол Хабибтің інісі, тоже Нұрмағамбетов. Ол ауырып қалды, сондықтан Морозов шықпай қалды. Ал Шавкат шықты да өзінің дебютінен бірінші раундта удушающий приеммен қалғандырып ұтып кетті. Сол үшін обязательно міндетті түрде осы видеоға лайктарыңызды басып жіберіңдер. Ол өте жақсы жаңалық деп ойлаймын. Әлі алатын микрофон алатын что-то уақытым болмай жүр бар ғой. Придется осындай сағатпен жазуға. Сол достар, және де тағы да жақсы жаңалық, ол осының алдында мен айтып кеткенмін, Хабибке болеть деп. Хабиб ұтты. Өкінішті жаңалықтардың бірі ол осымен карьерасын бітірді. Хабибта, в общем, 29 победасы бар, ешқандай поражение жоқ. Бірақ ол осымен карьерасын бітіріп жатыр. Себептердің бірі. Хабиб, бүйтіп айтты, осы уақытқа дейін ол әкесімен бірге төбелескен. Енді бұл бірінші және де соңғы төбелесі әкесіз төбелескен. Әкесін білесіздер, өздерінің пневмония мен коронавирустың кезінде қайтыс болған, өкінішке орай. Сол, енді ол айтып тұр, шешем жалғыз қалды, ата-аналарыңды сыйлаңдар. Менде қазір жалғыз ата-ана қалды, ол менің анам. Мен сол өзімнің анама көбірек уақытымды бөлгім келеді деді. Ал енді екінші жаңалыққа тоқталатын болсақ, жаңалықтарға, ол енді кішкене өкінішке орай. Мен бұл жаңалықтар сендерге неге көрсетіп жатырмын? Өйткені UFC туралы неге айттым? Онда біздің бауырымыз бар да, қатысып жатқан. Енді қазір өкінішке орай қозғалатын трагедиялық жаңалық деуге болады. Ол, в общем, неге айтып отқан себептерім, чтобы сендер абай болсыңыздар деп, осыны урок ретінде қабылдасын деп, сол айтып жатырмын сендерге. Тоже абай, мұқият болыңдар деп. В общем, бір отбасы жолдың бойында тұрады, мүмкін білетін шығарсыңдар, мүмкін естіген шығарсыңдар. Осы кеше болған оқиға, видео ертең шығады, сендерге 2 күн бұрын болған оқиға болады. Отбасы, мамасы мен баласы, қызы жолдың жанында тұрады, Алматы қаласында. Және де жолдың бойында тұрған кезде енді водитель деген ол алаңдап кетуі мүмкін и так далее да. Түсінген жоқ енді ана жерде енді. Мен енді осуждать етпей қояйын ешкімді. В общем, кішкентай бала мамасы қызының қолында ұстап тұрады. Кішкентай бала жолдың бойына жүгіріп шығады. Сол уақытта Subaru машина үлкен скоростьпен келіп баланы қақып береді и бала ұшып кетеді. Енді мен сендерге айтпай қояйын, осы фрагментті қосып кетейін. Егер сендер жүректерін қатты ауыратын болсаңыздар, алға кішкене айналдырып жіберіңдер. Ал егер кім көргісі келеді, сол қарап кетіңдер. Абай болыңдар, осыған урок сделайте в себе, короче. Все, давайте, хороший эпизод. Осылайынан кішкентай баланы қақып кетті. Енді ана жерде көрініп тұр, анасы деген қатты кәдімгідей қобалжып, ана баланы қолымен сүйреп бара жатыр, өте кәдімгідей. Құдай сақтасын енді, конечно же, да. Енді бала деген қазір тірі. Ол деген детский травматологияда жатыр қазір, балалар травматологиясында қазір дәрігерлер оның өміріне барлығын салып жатыр істеуге. Енді барлығы бір Алланың қолында. Мұқият болыңдар, бәріміздің қарындастарымыз бар, інілеріміз бар, апаларымыз, ағаларымыз бар. Всегда жолға мұқият болыңдар. Ол деген ойыншық зат емес, құттаймыз айтып жатыр ғой. Ал енді келесі жаңалықты айтатын болсам, ол енді бір жағынан күлкінішті, бір жағынан непонятно. Енді қысқаша айтып кетейін, не туралы екен. Тоже машинамен байланысты. Екі еркек пен әйел, в общем, бұрында үйленген болған, екеуі айырылып кеткен. Сөздерін таба алмай жатырмын, қалай айтқан. Короче, экс-супруги, экс деген ол бұрын үйленген адамдар, екеуі ажырасып кеткен. Осы уақытта білмеймін, қайта кездескілері келген шығар. Бір уақытта әйелі сол бывший күйеуінің машинасын лобовойына мініп алады да, күйеуі де кәдімгі басады ғой, бүкіл қала бойынша жүреді.
күлкінішті жағдай, что-то білмеймін енді. Ну, в итоге бәрі құдайға шүкір жақсы өтті, ешкім машинасына түсіп қалған жоқ. Сосын біріне претензия не имеем дейді, ешқандай соттан да қозғалған жоқ, просто сол фрагмент тоже қарап кетулеріңізді, ну, вы должны қарап кетуге. Давайте, приятный просмотр. Ал енді достар, баста жаңалыққа да жетіп қалдық. Мен ойладым, шынымды айтсам. Ол жаңалыққа мен кішкене внимание обращать етпеймін, потому что менің де видеоларымды 10 мыңдаған адамдар қарайды. Ол какого-то рода тоже нормальный число ғой, в принципе, да, просмотр. И ол дополнительный хайп та, оған бәріңіз түсінген шығарсыңдар, не туралы айтайын тұрған превью арқылы, видеоның аты арқылы. Я Борат туралы, Бораттың киносының 2-ші сериясы туралы. Нақтырақ тоқталғым келмейді де. В общем, кино шықты, киноны көбісі қараған. Я действительно біздің елге задевать ететін заттар, біздің туды мазақ қылып жатыр, бүкіл Европаға. Я көбісі возмущаться етіп жатыр. Например, авиадикосты көрдім, депутаттар қайдасыңдар, осындай кезде келімсіңдер, Әблязов қайдасын дейді. Оны көрген Басе дейтін оппозиционерский канал бар. Баседе де сөйлеген кісі авиадикоске қатты айтып жатыр, қаттылап боқтап сөйлеп жатсың, неге үйтіп сөйлейсің, неге ана кімдер әкімдерге және де үстіде отқан депутаттарға неге үйтіп сөйлемейсің деп. Бұл жерде барлығында түсінуге болады да, авиадикоста түсінуге болады, действительно патриот шығар да, тиіп кетті да, тиіп кетті, боқтап жатыр кәдімгідей. И жаңағы Баседен сөйлеп жатқан кісіні онда түсінуге болады, сен неге там үкіметке, әкімге сөйлемейсің деп. Короче, Қазақстан атынан сөйлейтін адамдардың үндемей тұрғанын тоже түсінуге болады. Өйткені қазір ойлап қараңдаршы, Қазақстан қазір хайвай шығарады да. Кеше, например, Шафқат Төлесті да, оны білесіңдер, бүкіл дүние жүзі қарады ана UFC-ді. И Шафқат тұрады да қазір айтады, ата кісіңдер, Борат, сен кімсің, неге мен туымды не істеп жатсың деп айтса, ол киноға өте қатты пропаганда болады. Вот менімен келіссеңдер, лайктарын басыңдар, комментарий жазыңдар. Егер менікі дұрыс емес болса, дизлайктарын басыңдар. Лично менің ойым да, бұл Борат туралы, басқалар туралы біздің елімізге тигізіп жатады ғой, внимание обращать етпеу керек. Именно когда дело касается кино туралы. Егер де біздің қазір үкімет шығады, жаңағы Шафқат шықты, мен шығып жатырмын, ар жақтан тағы да біреулер шығып жатыр, осы Борат айта береміз ғой. Ол деген лишний ажиотаж. Осы хайвайдың арқасында біздер өзіміз пиар істеп береміз ол кісілерге. И осының арқасында ол өте көп ақша жасайды. Мысалы, Россия қызығады, неге новостьларға айтады ғой, Қазақстан хайвай шығарып жатыр, бүйтіп жатыр деп. Олар деген осы Бораттан киноны естиді, барға қарайтын болады. Сондықтан біз өзіміз каким-то образом пиар істейтін боламыз. Оларға внимание обращать етпеу керек. Біз сөйтіп ете берсек, ол Борат 3-ші частьін шығарады, 4-ші частьін шығарады, например, да? Частьтар шыға береді, продолжениялар бола береді. Сондықтан вообще полный игнор болу керек. Біздер өзіміз білеміз, біздің еліміз қандай. Грамотный адам, кім грамотный действительно, ол прекрасно біледі. Қазақстан деген қандай қала екенін интернеттен ашып та қарай алады. Мне кажется, мына жерде нервларыңды құртып, қажеті жоқ. Расында туды таптап жатыр, не істеп жатыр, ол деген, конечно же, жаман, дұрыс емес. Алла тағала өзінің жазасын береді оған. Но бүйтіп лишний пиар берген, это аналарға на руку болады да, в общем, Боратқа жақсы болады, наоборот, біздің реагировать еткеніміз, біздің правительствоның реагировать еткені. Менің айтатыным, барлығы бір Алла тағаланың қолында ғой, в общем. Егер кино болмай, кино емес да, басқа Қазақстан футболы, мысалы, басқа елмен ойнап жатса, біздің туымызды сөйтіп мазақ қылып жатса, это другой разговор. А тут дело в кино идет. Киноға ең бастысы керегі пиар. Олар пиар үшін жаңағы Англияда суға жіберіп қойды, білесіңдер ғой өздерің, да? Борат тыржалаңаш жатады, Қазақстан тулары тұр, соны үріп қояды, сосын Англияның суына жібереді, ол қалқиды, анау-мынау, ол пиар үшін істеп жатыр, оның бәрін хайвайлатып. Но біздің үкіметтің үндемей тұрғаны, мне кажется, ол дұрыс все-таки. Ол өте дұрыс, ол үшін не стоит, ол үшін қазір соғыс басталып кетіп, это, я считаю, вообще не стоит. Сол, и Борат сияқты оны орнына түсіп, жаңағы еврей ғой, еврейлер жамандап, еврейлер мияқтағы ұрып, ол қатысы жоқ. Әр елде өзінің іріген адамдары болады, шіріген халқы болады, әр елде де идеальный не болмайды ғой. Сондықтан барлығы бір Алла тағаланың қолында, но
біздер действительно патриотпыз. Ол патриотымызды біз деген көрсететін жерде көрсетеміз. Спорт болсын, не болсын, ән болсын, кино болсын, біздер барлық жағынан көрсетіп жатырық. Вот арамызда бар Ханата деген дурактар тоже. Ну, жаңағы айтқан сияқты идеальный народ болмайды ғой, в общем. Сол достар, арнаға тіркеліп кетіңдер, лайктарын басып кетіңдер. Алдағы уақытта жақсы качественный жаңалықтар мен соңғы жаңалықтар видеолар шығатын болады. Кеттім мен, балдарға барайын, хайбайланып жатыр, әйелім жынап жатыр. Айттың ғой 15 минут кетемін деп, қай кетіп қалдың деп.